Барлықтарыңа сәлем. Бүгін қалай жылдам шаш өсіруге болатынын көрсетемін. Сол үшін видеоны сақтап ал. Бірінші көлемі үлкен ыдыс дайындап аламыз. Ыдысқа 3 қасық немесе ыдыстың көлеміне қарай 2 қасық салуға болады. Ыдыс үлкен болғандықтан 3 қасық күріш саламын. Сонымен қатар күрішті жумаймыз. Себебі бізге күріштің суы керек. Үш қасық күріштен кейін ыдысымызға су құямыз. Күрішті жумай және сол қалпында 1 минут күтеміз. Су осындай түске айналады. Және күріш суын іспірей секілді ыдысқа құямыз. Және шашымыздың арасына себеміз. Осылай күнделікті бір уақытты қайталап жасайсыз. Негізінде күріштің суын шашқа ғана емес, бетке де жағуға болады. Беттеріңіз жылтырап, әдемі болады. Ал күріштің суы шашты өсіреді. Видео пайдалы болды деп ойлаймын. Видеоны сақтап алыңыздар. Назарларыңызға рахмет.